Біз депрессия деген қазір бір өмірімізге кіріп кеткен сөз болды ғой. Жалпы депрессия деген не десең, Құдай қолдамай тұрған адам деген сөз ғой. Егер бір адамды Құдай қолдап тұрса, ол рухани қазыққа байланып, тірегі мықты болған болса, ол әлем қырылып қап, жалғыз өзі қалса да, ол депрессияға түспейді. Ал Құдайдың қолдауынан ажырап, өзінің рухани игіліктерін орындамай жүрген адам болатын болса, онда ол бүкіл 7 миллиард адамның ортасында жүрсе де өзін жалғыз сезінеді. Сондықтан депрессия деген не нәрсе? Депрессия деген адамның ақылы толды, адамның тәні толысты, бірақ өзінің парыздары мен міндеттерін орындамай жүрген, ата-анасының батасын ала алмай жүрген, қасындағы достарының сенімін ала алмай жүрген тірегі әлсіз адам деген сөз. Енді қалай шығамыз одан? Кеудеңде жаның бар ма? Осының өз шанс, осының өз мүмкіншілік. Кеудеңде жаның бар ма? Әлі көрге түскен жоқсың ба? Әлі өмір сүріп жүрсің ба? Алақаныңды жай. Ол Аллаға, сен мешітке бармасаң да, Меккеге бармасаң да, Алла мені қолдашы, мен тура жолға салшы, шатасыппын, немесе білмей жатырмын, өзім күйзелістемін, жүрегім қысылып тұр, мені қолдашы деп, бірінші, осы тұрған жеріңде, депрессияда тұрған жеріңде Құдайға жалынудан баста. Екінші, кімдерді ренжіттің? Барып солардың ризашылығын алып, алдынан өтуге тырыс. Үшінші, сен үшін ең қымбат адамдар кім? Солардың шуағына малын, солардың құшағына кір, солардың қасында болуға тырыс. Содан осы нәрселерді орындасаң, сенде депрессия